Шығыста 7 шайыр бар. Солардың ең әлсізі менен мықты. Олардың ең әлсіздің қолына мен су құюға жарамаймын деп Гете айтқан екен. Солардың бірі түрік халқының өкілі Әлишер Науаиға арнаған өлеңді оқып берейін. Әлишерше шерлену немесе Науаиға наз. Сөз қандайды, жатқа айтатын бүткіл ел. Армен ғана ұпайыңыз түп түгел. Бал Әлишер бәйтіне таң қалған, ләйлі көрген Мәжнүн мысал Лүтфи дер. Бал Әлишер бәйтіңе мына бір, жанмын түпсіз құзғадағы құлағыр. Мендей қарттың ғұмыр бойғы жазғанын, алда маған бұл сөзіңді мұра қыл. Енді менде жылдар өтіп сөз алам, кешір мені тақуашыл өз ағам. Науаидың нәйін тұрмын шалғым кеп, гүл бағымнан естілсін деп көзәлән. Ол Науаи, сенсің терең теңізім, ақиқаттан бастау алған негізі. Парсылардың алтақыны бір төбе, мен өзіңмен бір думаған егізің. Ол Науаи, нәтім дұғар кім менің, сенде менде орылмаған сын дегін. Хаямдардың қайғысына ортақ қып, дәруіштікке салған бізді мұң беді. О Науаи, о Науаи, Науаи, сен секілді бола алмадым бала би. Көңілімнің күмбезінен шарқ ұрып ғазалыңдай сыңсып ұшты нала күй. Мәхбүбіңнің қаққанына бір күлім, шұп-шұрайлы еттің тілін түркінің. Хафизбенен сенің пірің күміз ол, жұрттан ерек білген сөздің қыр сырын. О Науаи, мұхалмасын қаламым, суалмасын жүректегі шарабым. Сұлу сөзбен орнатсам ғой сен құсап, ғашықтықтың мұнаралы қамалын. Сөздерімдай ішімді өлген кіл ғыршын, Әлишердей болсам ғана жырсың. Қайран дана Әлишерді көргендай, Лүтфи шалға не боларын кім білсін. Білте шам деген өлең оқып берейін. Білте шам, есіңде ме, сен әкелген, жасыр жан әкемді. Түнімен алаш шуынға үңілдім де, ақылдан адастым ба. Еңіреп жыладым-ай жат күлкіге, құлыншағым қалғандай қарастымды. Сезінгенім, есімде серт бергенім, бұлаған арғымақтай өрт кеуделі. Сол түні жыны ектеп, қоп қоңыр мұңы ектеп кеткенмен, сенің даңқың болатын мөлдіресің, мөлдір әлем ішінен телміресің. Алғызыл таң ауғанда, шамастында созатын тағы шешей әңгімесін. Оқыдың ғой көгерсе көсегеңді, қойсаңшы даналықты бөсе берген. Оқи баласы көрші ауылдың жынданып кетіпті десе делдер. Бұл көркеп ертегідей тұманмаңды, көз ілгенмін құшақтап шығармаңды. Жамылып желкен алыс жүз қиялды, жастан ну ұрманды. Ауық итүрген есік алды. Ауыр арман ғой, жасыл арман. Білте шам, есіңде ме, күлгін нұры, жұм-жұмыр жүрегіме көшіп алды. Мынау тарихта Атлантида деген қаланы білсеңіздер керек. Су астына ғарқ болған, су астына кеткен. Сол оңтүстіктің тағы бір қала бар, су астына кеткен. Сол су астындағы қала туралы өлеңді оқып берейін. Су астындағы қала. Мына теңіз астында қорым қалған Есенғали Равшан. Иә, рас, теңдесі жоқ тұранда, халқы құдай атын қосқан ұранға. Дүниенің төрт бұрышын жалғардай, төрт қақпалы қала болған бұмаңда, шардаратты шәһәр болған бұмаңда. Ал бүгінде сіңіп кеткен тұманға, қарқсатқан қауымдардай боп бәлкім. Жо-жоқ олай, беріл мойым күмәнға, қойнауында қалсаңдағы теңіздің. Құтты дияр сен ардағым, сен ізгім. Көңіл күйің толқытуда су бетін, келер күннен келмейтіндей қол үзгің. Шағал үміт шарқырып жүр көгіңде, шақырардай қайт орал деп өмірге. Жағалауда бет сипап мен тұрмын, мына көлді көрім емес төрімде. Не болар ең
бұл өмірді көп сүрсең, сен сондықтан пәктік үшін төктің тер, сезім қармақ, сыры мынау аулаған, Атлантида кебін киген жоқсың сен. Бүгін менің Айбол деген великий досым туған күні. Соған арнаған өлеңімді оқимын. Ырымға жаман бастап, оздадым бірге күлдің. Қайшыртығын өтерміз жамап жасқап, күлкіден көрінбеген мұң өмірдің. Айналып сағынышқа, қамалып қызғанышпен ренішке, жалғыз жылап жаутеңге жабығыста. Қинайды ғой, сыймайды жүрек ішке. Өтеді, бабамды өткен, бақсыды өткен, өтермен жалықпаумен. Жанаяулы төзгісіз тақсіретпен, барадау көз ұшымды қалып дәурен. Еңірейге, борайге еске алып ем, еске алған кеш қалады. Сен айтшы, ай мүйізді қасқа көрем, біздің өмір қай кезде басталады. Қос сауал. Мейлің илан, мейлің нанба, қыл күмән. Дүние жалған ақылдыға сынапты. Бір күні кеп, ақылы кем жындыдан, ақыл деген не деп қалып сұрапты. Жындыдағы көрсеткендей тәлімін, жындыдағы ұғынғандай хақ сырын, өз жаратқан танысы кер тәңірін. Ақыл деген сол болады тақсырым деп ұтымды жауап беріп жіндәлгі. Ақыл жайлы ғалым қойған сауалға, ғалым тағы сауал қойды тым мәнді. Ақыл тапқан қандай өзі ол Алла. Ғалым тағы жаға ұстады жауапқа. Жындымыздың сандырағы емес бұл. Ақылыма сыймайды ол жаратқан, һәм Аллаға бола алмайды тең ешкім. Өзінде тартылыс бар, ұштар қалам, ақ моншағын теңеуге түс қалмаған. Ақ соса орынсыз ұсталмаған, бұл жайлы ешкімге де тіс жармаған. Бір қыз бардың ауылда, мен білем. Есіміне елеңдеп ел жүретін, есігіне көп жігіт телміретін, ессіздері тәкаппар паң көретін, ес білген ерекше мән беретін. Ал бір күні Жаңатау жарық шашты, селтең жігіт шорт мінез шарқ басты, ертеңгілік еркеме ес білдірмей көркем болып көлікпен алып қашты. Қайран ару қан тулап кетті бетін, махаббат сүйсу деп білетін, пәк сезім жайлауынан шет жүретін, жат көзге жартызгін ұсынбақ па, артың жар жолға бастар тұсын қақпа. Құстай аққан көліктен өзін өзі лақтырып кеп, қанатын сүрді отқа. Таң ата зар жылатып тамам елді, бір жолаушы хабарын ала келді. Сән құрып үлгермеген сарғалдақ қыз, таңылып тарарбаған қала берді. Өзін өзі қорлай ма өстіп адам, деген қартты көз келмей көшті заман. Одан соң аңғармады жат жүрегін, одан соң таңданбады ешкім. Есіміне елеңдеп ел жүретін, есігіне көп жігіт телміретін, жүрегі жалғыздыққа бола туған бір қыз бардың ауылда, мен білем. Құрбандық хақындағы қос тәмсіл. Бірінші тәмсіл, илах тұтып есін ұлы күштің. Бай Аллаға басың дей қолы міскін, біл мәңгілік бақытсыз бейбақ солдыр, кебін киген кім болса әбілістің. Ол озбырға жаралған отымақтан болғандықтан, бол дойы осы баққан мен адамнан, абзалмын басым деймен жаратылған өйткен ол топырақтан. Шайтан солай өзін тым санады артық, қалмай құны бойында бағалар түк. Алла үкімін екетіп арқасына азап жүгін алды өзі қалап артып. Бұл тәмсілден аңғар дос бір мән долы, мұнда тарих, тағылым, тұр барлығы, алыстаған Алладан шайтан малғын менмендіктің болған соң құрбандығы. Екінші тәмсіленді абыл қабыл жайында болады деп дабыл қағыл. Екеуі адам ата балалары, қарындас, егіздері жанында жүр. Қабылдың қарындасы көріктеді, кетердей егіз үшін өліктегі. Деді оған адам ата бір күні кеп, сен оның бола алмайсың бөріктері.
заң солай, шариғаттың бұйырғаны, ал бірақ іс одан да қиындады. Абылдың қарындасын жаратпай тек қалауы қабылыңның құйындады. Дед адам, теңдей көріп баласым бар, демеймін сүйекке иттей таласыңдар. Төреші тәңірімнің өзі болсын, сондықтан бір құрбандық шаласыңдар. Көрікті кетпесе де егіз қойы, Аллаға ата дабыл семіз қойын. Ал қабыл астығының ең нашарын шығарды билеп дүние қоңыз бойын. Белгілі кімнің жеңілгені әрине ізгі ниет жеңілмеді. Насырға шауып бірақ істің арты болмаған қылмыс болды өмірдегі. Я адам, рахмани нұрға бетте, тоқтау сал қан жүктеген бұл ғадетке. Я Алла, бізді бейбақ қабыл менен шайтандай қызғаныштың құрбан етпе. Әрдайым жеңіске жетіп жүрейік. Рахмет.